Біз қазір жас геологтардың екінші республикалық далалық олимпиадасы аясында Семей геологиялық барлау колледжі Қарауылшоқы оқу полигоны базасында геометрия әдісі бойынша сайыс өткізіп жатырмыз. Бұл олимпиадаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 15 команда қатысуда. Осы магнитометрия әдісіне келетін болсақ, магнитометрия әдісі екі кезеңнен тұрады. Ол далалық кезең және де камералық кезең. Қазір осы полигонда біз далалық кезеңді өткізіп жатырмыз. Біз заманауи канадалық GSM-19 аспабын қолданудамыз. Және екінші кезеңде колледж базасында оқушылар заманауи технологиялар көмегімен, компьютер көмегімен Surfer бағдарламасы бойынша магниттік аномалиялар картасын құрады. Университетте қолданатын магнитометрларды осы Семей қаласына алып келдік, және де біздің компания атынан 3 маман осы жарысқа төреші ретінде қатысуда.